келесі кезекте Нұрар брендінің косметикалық маскасын жасайтын боламыз. Ол үшін бізде бірінші сұлы қажет болады, одан кейін бал, және де одан кейін әрине сүт су қажет болады. Бірінші біз арнайы осындай жеке ыдысқа екі қасық сұлы салатын боламыз. Енді үлкен қасықпен біз сүт суын осының ішіне екі қасық сүт су құямыз. Және де осының үстіне біз арнайы бал құятын боламыз, екі қасық бал. Бізде қасығымыз да көп тұр, сол себепті бір қасықта жетеді. Және де біз біріне де араластырамыз. Міне бізде араластырып болды. Енді осыны менің жетекшім өзінің бетіне жағып сіздерге көрсететін болады. Көзге тигізбейміз, көзге тигізбей жағамыз. Бұны бетімізде 10-15 минут ұстаймыз да, жылы сумен жуып тастаймыз. Сол кезде бетті ағартады, және ылғалдандырады. Бұл майлы беттерге арналған, бетті құрғатады. Осылай жағып, бір 5-10 минут ұстай тұрамыз. Және де бір сезетін жайт, бұны жаққан кезде кішкентай жерге жағу керек, себебі аллергия туындауы мүмкін. Бұл көзге тигізбей, және де бұның жалпы өз ойын қорытындыласам, бұның пайдасы бізде бетті жұмсартып, және беттегі түрлі безеуді кетіреді, бетті ылғалдандырып, және күннен қорғайтын болады. Күнделікті үй жағдайында Нұрар бренд косметологиясын осылай сары судан маска жасап жүрулеріңізге болады, бетке жағып.